Сәлем достар, біздің отбасылық каналға қош келдіңіздер. Видеоларды жоғалтып алмас үшін каналға тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Бүгін біз сіздермен бірге тәтті пицца дайындайтын боламыз. Бірінші қамырымызды дайындап аламыз. Ол үшін 3 грамм тұз, 3 грамм қант, 85 грамм жылы су, 20 грамм сүт, 15 грамм өсімдік майы және ашытқы керек. Осының барлығын бірге жақсылап араластырып аламыз. Ерігенше жақсылап араластырып болғаннан кейін үстіне жоғарғы сападағы 190 көлемінде ұн қосамыз. Қамырымызды илеп болғаннан кейін үстіне пакет жауып 2 сағат көлемінде қамырымызды демалдырамыз. Тәтті пиццамыздың үстіне қосылатын крем дайындаймыз. Ол үшін 50 грамм қант ұнтағы, 100 грамм творожный сыр және 100 грамм сливки керек. Енді барлығын біркелкі масса болғанша жақсылап араластырамыз. Осымен креміміз дайын. Енді кремімізді одноразовый кондитерский мешокқа саламыз. Енді шоколадымызды ерітуге кірісеміз. Шоколадымызды майда бөлікке бөліп, оны кондитерский мешокқа салып, қайнаған суға 5 минут көлемінде салып ерітіп аламыз. Ашытқының көмегімен көтерілген қамырымыз дайын. Енді оны қалың қылып жайып шығамыз. Қамырымызды домалақ көлемінде жайып, видеодағыдай шоколад жағып шығамыз. Шоколад жағып болғаннан кейін тура видеодағыдай үстін қамырмен жауып шығамыз. Қамырымызды дайындап болғаннан кейін 300 градусқа қызып тұрған пешке 3-4 минут көлемінде пісіріп аламыз. Енді үстіне шоколад пастасын жағып шығамыз. Шоколад пастасын жағып шыққаннан кейін өздеріңіздің қалауларыңызға қарай кез келген жемістің түрін қоссаңыздар болады. Жеміс жидектерді қойып болғаннан кейін үстіне видеодағыдай кремді жағып шығамыз. Кремді жағып болғаннан кейін үстіне шоколад сеуіп шықсаңыздар болады. Тәтті пиццамызды 8 бөлікке немесе өздеріңіздің қалауларыңызға қарай бөлсеңіздер болады. Осымен біздің тәтті пиццамыз дайын. Рецепт ұнады деген ойдамын. Каналды қолдап, қоңыраушаны басып, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.